Абрикос, өріктің адам ағзасына пайдасы. Дәрігерлер әр жемісті өз мезгілінде жеуге кеңес береді. Ардақты пайғамбарымыз да жемістерді піскен кезінде жеңіздер, өйткені осы кезде ол адам денсаулығына өте пайдалы. Өріктің құрамында бірнеше дәрумендер мен минералдардың тобы бар. Өрік мидың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Бауырдың зақымдануын болдырмайды, метаболизмді жақсартады, токсиндерді тазартады, гемоглобин деңгейін арттырады, иммундық жүйені нығайтады, сүйектерді жетілдіреді, тістердің беріктігін арттырып, бүйрекке тас тұруын алдын алады. Құрамында қант көп болатындықтан, қант диабетімен ауыратын адамдарға бұл жемісті тұтынуға болмайды. Сондай-ақ, жаңа піскен өріктер қышқылдығы жоғары гастритпен ауыратын адамдарға зиянды болуы мүмкін. Жүктілік кезінде де өрікті қолданған өте жөн. Оның құрамында темір, калий, минералдар және ұрықтың дамуына қажетті басқа заттардың қорын толтырады. Тек жемістер ғана емес, сонымен қатар өрік дәндері емдік әсерге ие. Сондай-ақ кептірілген өріктің пайдасы өте көп. Өріктің құрамындағы минералдар шаш пен тырнақты нығайтады және қалпына келтіреді. Достар, пайдалы тағам арнасына жазылып, өз пікірлеріңізді қалдыруға ұмытпаңыздар.